Сәлем қыз-келіншектер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте оңай дайындалатын және өте дәмді болып шығатын осылай тефтели мен сорпа жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады, әрі өте тез дайындалады. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз сорпасын дайындап алатын боламыз. Тефтели өзі фаршпен жасалғандықтан сорпасына мен ет қоспаймын. Сол үшін де тез дайын болады. Бірінен кейін бірін салып қуырып аламыз. Пияз, картошка, сәбізді, сосын томатымызды салып, суын құйып, сорпамызды қайнатуға жіберетін боламыз. Ал енді тефтелиларымызға кірісеміз. Ол үшін бізге бір кесе фарш керек болады, және де бір кесенің жартысындай күріш, яғни жарты кесе күріш, бір жұмыртқа тефтелиларымыз жақсы бірігу үшін керек болады. Сосын тұз және де приправаларды қосып, жақсылап қолмен араластырып, домалақтап алатын боламыз. Тефтелиларымыз формасын жақсы ұстау үшін 10-15 минутқа тоңазытқышқа жіберсеңіздер де болады. Ал енді қайнап тұрған сорпамызға тефтелиларымызды салып, 20 минут немесе 25 минут пісіріп алатын боламыз. Өзі піскен кезде білінеді, яғни күріштері жарылып, әдемі болып пісетін болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша приправаларды қоссаңыздар болады. Дәміне қарай тұзды салып, осылай пісіріп алатын боламыз. Мінекей, менде уже сорпамыз дайын. Өте дәмді болып шықты. Тефтелилар өзінің формасын әдемі ұстап тұр. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын.